Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, достарыңызбен және де әлеуметтік желіде бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай нутелла тортының рецептісімен бөліскім келеді. Бұл торт өте дәмді, ерекше шығатын торттардың бірі. Ең алдымен осындай колебау шоколадын алдым. Жалпысында молочный шоколадтың бірақ ең жақсысын дұрыс шоколад алып, осылай ыдысыма салып алдым, және де сливкемді құйып 30% сливке қолданыңыздар. Сәл ғана отқа мен қыздырып аламын. Қайнатпайсыздар, тек қана қыздырып алған сливкемді қазір шоколадымның үстіне құйып 1 минуттай қоя тұрамын. Міне осылай 1 минуттай тұрған шоколадым мен сливкемді қазір үстіне нутелла саламын. Именно нутелла, торттың нутелла деп аталатын болғандықтан, осы нутелланың таза өзін алғандарыңыз жақсы. Заменяющий пасталар қанша деген ондай дәм бермейді. Міне осылай нутелланы салып үстіне және креметтімді салып блендермен жақсылап тұрып езіп аламын. Міне менің массам блендерленіп бәрі бірікті. Енді бұның бетіне пищевой пленкамен контактный тигізіп тұрып жауып холодильникке, жоқ дегенде 4-5 сағатқа қойып тастайсыздар. Енді мен мына жерде бисквитімді дайындаймын. Ол үшін жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алдым. Жұмыртқаның жаңа ағын, яғни белогын мен жайлап миксермен соғып бастаймын. Көпіре бастаған кезде қантымды аз-аздан сала отырып, әбден қою меренгі болғанша тортымды осылай миксерлейтін боламын. Мына меренгім қоюланды. Енді қазір жұмыртқаның сары уызын дайындайтын боламын. Ол үшін үстіне қазір нутелламды салдым тағы да, және де өсімдік майын құйып, сүтімді құямын. Және осы массаның бәрін блендермен кәдімгі езіп тұрып блендермен біріктіріп аламын. Енді осы массамның үстіне какаоны ситыдан өткізіп алыңыздар. Какаомды және де қайнап тұрған ыссы суымды құйып, тағы да блендермен қайтадан біріктіріп аламын. Енді осылай дайын болған екі массамызды бір-біріне біріктіретін боламын. Жаңағы меренгімнің үстіне құйып, меренгінің астынан үстіне қарай жайлап басып алмай араластырамыз. Басып алмаңыздар, жайлап астынан үстіне қарай біріктіресіздер. Бұл жерде меренгінің аппақ қалып қоймаса болды. Сол біріккеннен кейін ұнымен қопсытқышын салып, қайтадан лопаткамен астынан үстіне қарай жайлап біріккенше осылай араластырып аламыз. Міне осылай біріккен массамды қазір пісіремін. Мен мына жерде осылай 20-28 формамен мен форма жасап алдым. Бірақ егер сіздерде бұндай форма болмаса, кәдімгідей табаға пісірсеңіздер болады. 4-5 табаға пісіріп, сосын ортасынан бөліп жапсыра қоясыздар. Міне осылай 160-70 градуста мен бисквитімді пісіруге қойдым. Мен оған дейін қазір пропиткамды дайындап қоямын. Осылай нутелла мен сүтімді ыссы қылып құйдым үстіне. Осы екеуін әбден біріккенше араластырып дайындап қоямын. Бұл пропиткаге, бисквитті пропитка жасауға, чтобы более насыщенный нутелланың дәмі шығу үшін пропитка жасамасаңыздар да болады, бірақ мен жасадым. Енді қазір кремін дайындаймын. Ол үшін осылай креметтімді алдым. Және де қантпен, болмаса қант ұнтағымен араластырсаңыздар да болады. Қантты салып, қазір екеуін біріккенше бір миксерлеп аламын да. Енді осының үстіне сливкемді құямын. Сливке міндетті түрде салқын болу керек. Креметті, барлық кремнің құрамдарының бәрі холодильникте тұрған, кәдімгі сап-салқын болуға тиісті. Енді осы массам құп қою масса болып біріккенге дейін мен крем құп қойылғанша, яғни миксерлеп аламын. Енді мен жаңа холодильникке 4-5 сағат бұрын салып қойғанмын шоколадный ганашым. Енді бұны да бір миксерлеп аламын дұрыстап тұрып. Және де осы дайын болған кәдімгі кремімді де, осы шоколадный ганашымды да осылай кондитерлік мешокке салып қоямын. Мен біреуінің басына жаңа буфетпен арналған насадканы салдым. Салмай басын тікелей кессеңіздер де болады. Және де бисквитім әбден толықтай суығаннан кейін ғана кесіңіздер.
мен осылай бетін кішкене алып тастадым, көтеріліп тұрған жерлерін. Енді осы бисквитімді ортасынан екіге бөлемін. Жаңада мындай форма болмаса, табаға жайып пісірсеңіздер болады дедім ғой. Табаға пісіріп, онда ортасынан бөліп, бірінің үстіне бірін қоюға болады. Міне мен бір слойын қойып, оған осылай пропитка жасадым. Енді осының үстіне видеода көрсетілгендей қылып кремімізді осындай қылып молынан кәдімгі салып шығамыз. Жеткілікті қылып, шеттерінің бәріне жетуін қадағалаңыздар. Толық кәдімгі шеттерінің бәріне жетуін қарайсыздар. Енді осының арасына мен қазір жаңағы шоколад пен нутелладан жасалған ганашымызды салып шығамыз. Міне барлық кремімізді осылайынан салып шықтық. Енді осының үстіне екінші слойымызды жабамыз да қалған пропитка мен осының бисквиттерге жағып шығамыз пропиткамызды. Енді және кремнен қалған азғантай кремімізді бетіне жұқалап жағып шығамыз. Міне енді бисквитімді мен бакалус тортымды холодильникке қойып қоямын. Және де мен бетіне жағатын ганашымды дайындадым. Қайтадан ол үшін шоколад пен сливкиімді құйып, буға мен осылай ерітіп алдым. Микроволновкаға ерітіп алсаңыздар да болады. Енді мен холодильниктен тортымды шығарып, формасын алып, жан-жағын құттай тегістеп жібердім де, жаңа еріп тұрған ганашымды үстіне құйып, жайлап тегістеп біркелкі қылып жағып шығамыз. Холодильникте торттарыңыз ұзағырақ тұрса тіпті жақсы болады, себебі ганаш құйғанда сап-салқын тортқа ол тезірек қататын болады. Мен кішкене асығыстау болып жарты сағат қана қойып алдым. Негізі ұзақтау, түнге қойып тастасаңыздар да ештеңе етпейді. Міне осылай бетіне шоколадтарын тегістеп, жан-жақтарын бәрін тегістеп жағып алдық. Міне осындай тамаша торт шықты. Оны осы күйінде сатсаңыздар да болады, сататын болсаңыздар. Ортасынан бөліп екі жағында торт жасауға да болады, немесе пирожныйға ыңғайлап кессеңіздер де болады. Мен өзім замороженный ягодалармен осылай әсемдей салдым.